Рахмет, уайымдап жазып жатқандарыңызға. Қазір КТГ-ға келсең, неге ішің одан сайын ауырады? Даусынан жыбырлап отыр ішімде. Былай енді шайкым жабық, толғақты құдетка. Тахикардия дейді. Меме! Бандиткамен. Біз көріспегенімізге қанша ай болды, я? Қанша ай емес, алдық айдағы келді. Бірақ бұрынғыдай бұрынғыдай күнде қалайын құттығын сағат сайын келмейміз. соны айтамын. Но сейчас сондай баяғыдай. Нормально. На сен телефон ба? Қосылып тұрген секірсе қосылмай тұрма деп едім. Одан кейін стримға кірейін деп жатырмыз. Қарақат, ойбо, құрылтайға дайындалып жатыр. Құрылтай жасаймыз бүкіл Қазақстан болып. Киімдерін үтіктеп дайындалып жатыр ғой. В общем, 11-ден кейін, короче, тиктокта күтемін ғой бәріңді. Ал ағайындар, ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар? Документім жоғалтып алдым, бір удостоверением жоғалтып алдым, сөйтіп соңға келатым істетіп алдым. Мен өзім сол удостоверение, документке, в общем, салақпын ше. То жоғалтып аламын, то сындырып аламын, то залогқа тастап кетемін деп барсын. Ойнавадым. В общем, жақында Шымкентке қарай ұшу керек болып жатыр маған, бірақ оригинал паспорт керек дейді да. Оригинал паспорт үшін келе жатырмын мен, короче. Соңға келдім. Жаман жеп көремін, бірақ бұндай жерге келгенде келуді ше. В общем, мен подругамды көрмегеніме 6 жылдай болды. Как максимум 7 жыл ма, 6 жыл ма, в общем, сондай болды. Өтірік айтам бәлі. В общем, білмеймін, біраз болды, короче. И сонымен көрмедім. Қазір сол кісіні, сол қызды күтіп баратырмын. Қақта қалай екен, түрі өзгеріп пе екен. Ол, короче, неге бара жатыр? Қырғызстанға, турға бара жатыр, Иссыкөлге. Ал мен бірге барайын десем, короче, маған загорать етуге нельзя, поэтому білмеймін, көреміз. 17-ші вагон деген қаяқ. 17-ші вагонды таппай жатырмын ғой, короче. Қаяқтасын жаным деп. Наяқта. Короче, мен оны тауып қойдым уже. Көріп қойдым. Әне жүр. Шелпей болып. Әне голубой. Әне жерде голубой сол ғой. Ана жаққа кетіп қалған ше. Жүрген жүрсін қараныр. Жаным, қалайсың? Жаным. Жақсымын. Ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар достар? Жұма қабыл болсын. Алматы. Кішкене бір жаңбыр жауғаннан кейін ба, екі күн, или күн бұлт болғаннан кейін ба, кішкене қатты бір қапырғыстық жоқ, кішкене басылды, Аллаға шүкір. Жақсы болып қалды. Прогулка жасауға да, жүріп тұруға да керемет болып қалды. Алдында кәдімгідей қатты ысып кетіп, адамдар талып қалып, давлениеге қатып, больницаға түсіп жатқан адамдарды естігенбіз ғой. Сол бір жақсылықтың, бір жамандықтың артынан міндетті түрде бір жақсылық бар дейді. Алла Тағала. Дәл сол сияқты ғой. Жақсылық осы болып тұр ғой. Шүкір. Сосын мен байқағаным, мен инстаграмды қатты бір жүргізбесем де, бір кәдімгідей өліп талып бір контент түсірмесем де, эфирде болсын, жалпы андай кез келген жерде болсын, мен андай өзімдікін айтып, адамдар менен ұрысып қалып, шындығын айта берейік енді.
Жалпы өзімнің ақиқатымды кез келген жерде жеткізіп жүрсем, мені қолдайтын халық кәдімгідей жанашырлық танытып, үлкен апаларым бар, аталарым бар. Сіздерге үлкен рахмет, жазып қолдап отыратын. Тағы бір байқағаным, мен сол мені қолдап отқан менің оқырмандарыммен тілдеспейді екен. Опрос тастап кетіп, кәдімгідей басқа блогерлер сияқты сол опросқа жауап беріп, кәдімгідей ондай нәрсе кәдімгідей ұзағынан болмай кетеді екен. Так что, достар, Расул Мырза дейді, краш дейді еще. Енді бұл историяны жазып отқан қыз сіздерге өте бір таныс қыз ғой, короче, сол рахмет саған. Кім деп ойлайсыздар? Прям четкий жауап тұр. Ема, ірі жаңбыр жауып отыр ғой. Пипец ірі жаңбыр жауып отыр. Прям кайф.